Бәріңе сәлем. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бүгінгі видеода сіздерді көптен күткен қызықты жұмбақтар мен тапсырмалар күтеді. Ендеше сол сұрақтардың жауабын тауып, нәтижелеріңізді пікірге жазып қалдырыңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Если вас интересует тема миграция, хочу вам посоветовать канал «Англия с русским акцентом». На своем канале он рассказывает о жизни в королевстве, а именно неизвестных местах, таких как, например, самый опасный ручей в мире Уолтон-стрит. Если вы учите английский язык, но вам надоело зубрить кучу времени, слова, предлоги, на этом канале вы можете узнать с точки зрения мигранта, что вам нужно учить в первую очередь. Здесь вы найдете список лучших британских комедийных шоу и сериалов. Именно поэтому Дмитрий создал отдельный канал, на котором можно учить языки по фильмам, по оригинале и субтитрами. Ссылка в описании. Сашаның сыныбында жануарларды фотоға түсіру байқауы өткен болатын. Барлық оқушылар өздерінің жұмыстарын көрсетіп жатты. Саша да өзінің фото суреттерін таныстырады. Ол өз фотосындағы жануарлардың бірнеше жыл бұрын ата-анасымен бірге Австралияға барып, сафарида саяхаттап жүрген кезде түсірілгенін айтады. Бірақ сыныптағы бірнеше оқушы Сашаның фотоларды өзі түсірмей, интернеттен алғанын, оның қулық жасамақ болғанын айтады. Қалай ойлайсыздар? Не үшін бұл оқушылар олай деді? Сыныптың сирек оқушылары Сашаның фотосуреттерінің интернеттен алынғанын байқаған. Себебі Сашаның фотосуреттерінің бірінде арыстан бейнеленген. Ал арыстандар бәрімізге белгілі, Саша барған Австралияда өмір сүрмейді. 4 ұры үлкен алтын бөлігін ұрлап кетеді. Сәтті өткен тонаудан кейін олар олжаны тең бөлісіп өз жөндеріне кетуге келіседі. Бірақ алтынның өзгеше формаға иелігіне байланысты олар қиындыққа тап болады. Сұрақ: 4 ұрыға тең үлес келу үшін алтынды қалай бөлу керек? Негізінде бұл сұрақтың жауабы қиын емес. Алтын бөлігін осылайша төртеуіне тең бөлуге болады. Джон із-кесушілер туралы романдар жазатын белгілі жазушы болатын. Ол өз үйіндегі кабинетінде көп жұмыс істейтін. Сөйтіп, ол бір күні демалыс алып, шетелге саяхаттап қайтуды ұйғарады. Ол бір аптадан кейін үйіне келіп, кабинетіне кірген кезінде, үйінде өзінің жоқ кезінде біреудің болғанын байқайды. Ал Джон өзі жалғыз тұратын. Сұрақ: ол мұны қайдан білді? Егер сіздер мұқият болған болсаңыздар байқаған шығарсыздар. Джон кабинетінен кететін кезде ештеңені қозғаған жоқ болатын. Сәйкесінше, оның кабинетінде қоқыс шелегінде қағаздар жатқан болатын. Бірақ ол келген кезінде ол қоқыс шелегінде ешқандай да қағаздар болған жоқ. Жұмбақтың жауабын тап. Біз оны сатып алған кезде қара түсті, істеткен кезде қызыл түсті. Оны лақтырып тастаған кезде сұр түсті болады. Бұл не? Жауабы көмір. Көмір басында қара түсті болады. Жаққан кезде қызыл түске енеді. Өшкенде сұр түсті болып қалады. Валера саяхаттағанды өте жақсы көретін, бірақ ол көп саяхаттай алмайтын. Бір күні ол жұмысынан демалыс алып саяхатқа аттанады. Валера таңертеңісімен чемоданын жинап, әуежайға келеді. Сол күні таңертеңісімен әуежайда бар болғаны 4 рейс қана ұшатын болатын. Сұрақ: Валера қай қалаға бармақшы болды? Бұл сұрақтың жауабын табу үшін бізге Валераның чемоданындағы жапсырма қағаздар көмекке келеді. Чемоданда 3 қаланың жапсырма қағазы бейнеленген.
Біріншісінде Париж, екіншісі Рим, үшіншісі Нью-Йорк. Демек, бұл қалаларда Валера бұрын-соңды болған. Ендеше рейстердің тізімінде Валера болмаған қала Амстердам. Демек, ол Амстердамға ұшқысы келеді. Міне біздің видеомыздың соңы. Бүгінгі сұрақтардың нешеуіне жауап бердіңіздер? Сол туралы пікірге жазып кетіңіздер. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып, бізді қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.